Ораза деген тек қана тамақпен, сумен, әйелден ғана тыйылу емес қой. Ораза деген сен жүрегіңді күнәдан тыю. Ең негізгі нәрсе осы. Ораза деген бүкіл жаманшылықтарды тастап, Алланың жақсылығына көшуің сенің. 100% өзгеруің. Я айюхалладина аману. Ей иман келтірген пенделер. Кутиба алейкумус сиям. Сендерге оразаны парыз еттік. Кама кутиба алалладина мин qablikum. Бұрынғылар да ораза ұстаған екен. Біздерден бұрынғы үмбеттердің бәрі ораза ұстаған екен. Лааллакум таттақун. Құдайдан қорқуды үйренерсіңдер дейді. Құдайдан қорқуды үйренерсіңдер дейді. Құдайдан қорқып кетесіңдер деп атқан жоқ, тақуа болып кетесіңдер деп атқан жоқ. Бір ай бойы ораза ұстап, өзін-өзі тәрбиелеп жүрген адам, былайша айтқанда, Рамазаннан кейін де тура сол жағдайда қалуды үйреніп алады екен бір айдың ішінде. Ары қарайғы 11 ай бойы тақуа болып өмір сүруге не алады? Сәл де болса да мүмкіншілік алады екен да. Анандай нәрсе емес ораза деген жігіттер. Оразаны бір ай ұстап берсем болды, одан кейін мен боспын деген нәрсе жоқ. Аллаға ана міндет қылып, мен оразамды ұстап берейін, жарайды. Кешке дейін темекімді шекпейін, кешке жақын темекімді шегем, андай бір условиялар қой, ондай нәрсе емес бұл. Бұл анау Рамазан, міне қазір Құдай қаласа бірнеше күннен кіреді ғой. Енді басталайын деп жатқан кезде, сен сол кезде жүрегіңмен ниет қылып, Алла үшін, Құдайдың разылығы үшін, өзі Құдайдың разылығы үшін өзі бір нәрсе істейсің ба, сен бұл өмірде істемейсің ба? Өзіңнің разылығың үшін, нәпсіңнің разылығы үшін осы дүниеде өмір сүріп келе жатсың ғой, қанша жылдар болды. Қалаған мына кеудеңдегі соғып тұрған нәпсің, семіріп алған нәпсің сұрағанның бәрін беріп атсың ғой. Коланы коладай, чекенді чекендей да. Бәрін беріп атсың ғой, тәттіні тәтті дей, ащыны ащы дей. Жылы жұмсақты ұйықтатасың нәпсіңді. Оятпайсың, тыныш-тыныш ұйықтай берсін дейсің. Әйеліңе беріп атсың, атанаңа беріп атсың махаббатты. Солар үшін істеп атсың, бала-шаға, әйелдің ғамы, атананың ғамы деп жүгіріп жүрсің. Құдайдың ғамын қашан жасаймыз біз? Міне Рамазан айы Құдайдың ғамын жасайтын ай бұл. Рамазан айына адам 5-6 күн қалған кезде оянып, жүрегін оятып, ана будильник сияқты, оятып, ей, Мұхтар, Рамазанға 5 күн қалыпты. Не істейсің? Дайынсың ба Рамазанға? Рамазан, осы Рамазанның бұрынғы Рамазан сияқты ғапылдықпен, немқұрайлықпен өтіп кетпей ма? Тарауых намаздарына барасың ба осы жылы? Осы жылы оразаларда ауызашарларға барып уағыздар тыңдайсың ба? Осы оразада Құдай қаласа әке шешеңді разы қылдырып, бала шағаңды разы қылдырып, әйеліңді разы қылдырып, салихалы адамға айналасың ба? Осы оразада өзгересің ба? Мына жаман қылықтарыңды тастайсың ба? Келесі Рамазанға жетесің ба, жетпейсің ба? Деп өз-өзіңізге бір айтатын күніңіз келе ма, келмей ма?